Креатив бала дейді. Креатив бала. Креатив бала Нұреке дейді. Инстаграмыңыз жабық екен. Жабық болса жазбай ақ қойыңыздар инстаграмдарыңызда. Креатив бала ол нені білдіреді, және мен неге оны ауыстырдым? Бәріңе сәлем. Бұрынғы ютубтағы, инстаграмдағы лақап атым креатив бала болатын. Осы кезде ойыма бір ой келді. Мен қазір бала емеспін ғой. Никнейм сәл қызық естілетін секілді деп өзгертуге шешім қабылдадым. Кейбір құттай балдар маған ағай деп обращаться етіп жатқанда өзім біртүрлі болып қалдым. Соңғы шешім көп ойлана келе толық атымның қысқартылған бөлігі Нұрдәулет деген сөздің әулет болсын деп шештім. Әулетіміз көбейе берсін деген мағынада. Себебі бала деген бала ретінде естіледі. Шыны керек, бұрындары 91-дағы бала бар емес пе? Сол балаға еліктеп мен негізінде ойлағам, сондай бір креативный атау қойайын ба деп, ойластыру, создавать деген сөзден шыққан, құрау деген сияқты. Сосын мен креатив және де ол кезде бала болғасын, бала деп қойғам негізгі атауым. Содан шыққан атау негізінде бұл никнейм, лақабат. Мен оны 2017-18 жылдардан бастап қойған атау негізінде. Өсе келе оны осы атауды енді өзгертейін деп шештім. Мынау менің бұрынғы баннерім. Енді қазіргі баннерім әулет деп аталады. Каналда жаңалықтар, саяхат және де обзорлар болатын, шетүрлі лайфстайл өмір болады. Және тағы басқа контенттер жақындарда болады. Егер де қиын болмаса, өтініш осы видеоға лайк басып, подписка жаса. Каналға тіркелуді ұмытпа. You're listening to Wendy on Ridge Radio. Remember, when life gives you mountains, put on your boots and